ұстаздар, сіздерге КТП-ға осы КТП-ға біз число қою үшін бір лайфхак көрсеткім келіп тұр. Ол үшін сіздерге Google кіреміз. Google кіргеннен кейін былай жазамыз ktp.online деген бар. Мына осыны басқанда осындай сайт ашылады. Енді бізге 490 керек. Сондықтан мынада өтіп жауылады. Мына жерге қай күннен бастап 91-шіден қай күні аяқталады, соны теріп жазамыз. Сосын мысалы 5-ші астында қай күні болады, соны белгілеп шығамыз, плюс салып. Енді жаңа мен жасап отырмын. Мына жерде менің өзім классым. Мына 1-ші күн бат, 3-ші күн бат, 4-ші күн бат. Мына барлығын жаздым. Мына 1-ші тоқсан, 2-ші тоқсан, 3-ші тоқсан, 4-ші тоқсан. Осылар шеттетіне басам. Сол кезде маған осылай шығарып берді. Мен календар алып қолыма қарап отырмын. Яғни маған дәл сәйкес келіп тұр барлығы. 102 сағаттың аптасына 3 рет бат сағатты 102 сағат шығарып берді. Осылай скопировать деп басам да, емек ктп-ма сала беретін боламын. ктп-ма осылай сала беремін. Сіздер пайдаланып көріңіздер.